Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қалайық, енді мемлекеттік қызметкерлердің қанша айлық алатыны, қанша табысы бар, қандай мүлкі барына дейін халық білетін болады. Бұл туралы қаржы вице-министрінің өзі ресми түрде мәлімдеді. Ойлап қараңыздаршы, енді мемлекеттік қызметкерлердің қанша табыс табатынына дейін, қандай мүлкі, қандай заттарда дейін бар екенін халық білетін болады. Енді қараңыздар, бұл қуанышты жаңалық, бірақ бір нәрсені айтпайын деп едім, бірақ айтуға тура келіп тұр. Неге? Себебі Нұрсұлтан Назарбаевтың қанша байлығы бар екенін былай қойғанда, оның пенсиясының өзін біле алмай отырық. Ойлап қараңыздаршы, біз қатардағы мемлекеттік қызметкерлердің жалақысының қанша екенін білуіміз керек, халық білу керек, олардың қанша мүлкі бар екенін, былайша айтқанда өзіміздің қатарлас тек былай акиматта, министрлікте жұмыс істейді демесем, өзіміз сияқты қарапайым халықтың бірі. Бірақ не себепті Назарбаевтың байлығы былай тұрсын, оның пенсиясының қанша пенсия алатынын да біле алмай отырық. Бұны мен неге айтып отырмын? Журналистер, мына Тамара Дүйсенова бар ғой, премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсеновадан сұрады, Назарбаев қанша пенсия алады? Соны білесіз бе? Сол қанша көлемде пенсия алып отыр? Соны айта аласыз ба деген кезде, Тамара Дүйсенова ол туралы білмеймін деп отыр. Тамара Дүйсенованың сол кезде не айтқанын тыңдап көріңіздер, содан кейін тақырып тарқатып айтатын боламыз. Тамара Дүйсенова былай дейді: біздің экс-президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың пенсиясын президент әкімшілігі тағайындайды. Сондықтан да мен қазір ол кісінің қанша зейнетақы алатынын айта алмаймын. Көріп отырсыздар ма? Қатардағы мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы, былай басқа да нәрсе мүлкі қандай бар екенін білеміз де, бірақ былайша айтқанда билік басында отырған адамның қанша байлығы бар екенін, қанша мүлкі бар екенін былай тұрсын, оның қанша пенсия алатынының өзін жұмбақтап отыр. Сонда бұл қандай ашықтық? Ашықтық тек қарапайым халыққа ғана қолданылу керек па? Халыққа құлақ асатын үкімет деді. Алайда халыққа құлақ асатын үкімет бүкіл нәрсе, шындап келгенде конституцияның алдында президент болсын, қатардағы қызметкер болсын, халық болсын, барлығы бірдей. Ешкім жоғары емес, ешкім төмен емес. Барлығы конституцияның алдында, заңның алдында бірдей. Заңның басты қағидаты әділеттілік, ашықтық. Алайда не себепті Назарбаевтың жеке мүлкі, тіпті жақында мемлекеттік құпиялық туралы өзгеріс болды, Назарбаевтың, былайша айтқанда, экс-президенттің жеке өмірі, денсаулығы мемлекеттік құпияға айналды енді. Ол мемлекеттің құпиясына айналып отыр. Осы заңға Тоқаевтың өзі қол қойды. Депутаттар мақұлдады. Айтайын дегенім мынау. Қазір біз өзімізде конституция, ата заңымыз бар дейміз, барлығы сол ата заңға, конституцияға бағыну керек дейміз. Алайда сол шынайы өмірде жүзеге асып жатыр ма? Себебі мынаны айтқым келеді. Қылышынан қан тамған коммунистер билеген, большевиктер билеген кеңестер одағының өзінде конституция болған. Совет одағының кезінде конституция болған. Қазақстанның да конституциясы болған сол кездері. Бірақ мәселе, конституция іс жүзінде жүзеге асқан жоқ. Конституция құжат жүзінде болды, бірақ іс жүзінде жүзеге асқан жоқ. Ал біз бүгіндері республика дейміз өзімізді. Барлығы ашық болу керек дейміз. Конституцияға қол қойып тұрып ант береді мемлекеттік қызметкерлер. Ал сол конституция шынайы өмірде жүзеге аспайтын болса, онда кеңес одағынан қандай айырмашылығымыз болғаны. Сол нәрсе, өйткені қарапайым халықтың да мүлкі барлығына белгілі болып, декларациясын тапсырып, мемлекеттік қызметкерлер декларациясын тапсырып, халыққа мүлкін барлығын қанша табыс табатына дейін ашық болса, билік иелері де, президенттер де бұны халыққа ашық түрде көрсету керек. Сонда ғана конституция өзінің қызметін, өзінің жұмысын атқарып тұр деген сөз.